أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم жамағат, барлық мақтаулар мен мадақтар күллі ғаламды жоқтан бар етіп жаратқан сіздер мен біздерді жаратылыстардың ішінде ең абзалы адам баласы етіп жаратқан, адам балдарының ішінде ең қайырлысы мұсылман үмметі қылып жаратқан, мұсылман миллетінің ішінде пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның үмметінен етіп жаратқан Аллаға сансыз мадақтар, мақтаулар болсын. Оның сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам ол кісінің отбасына, сахабаларына, үй ішіне қиямет күніне дейін ізгілікті ізінен ергендерге Алланың игілігімен сәлем болсын. Сіздер мен біздерді бүгінгі таңда мына өзінің жер бетіндегі үйлерінен болып саналатын мешітке жинап, өзіне бас иіп, құлшылық етіп, бір сапқа жинаған Аллах Тағалаға сансыз мақтаулар, мадақтар айтамыз. Бір сапта тұрып, қыбламыз бір, Құранымыз бір, Раббымыз бір, пайғамбарымыз бір бола тұра, бір сапта тұрып, бір-бірімізбен келіспей, иық тіресе тұра, бір-бірімізді іштей жек көріп тұратын жағдай адамның жүрегін шамал сыздатады. Ол рас, ауруын жасырған, айыбын жасырған, ауруын жасырған өлет демекші, ол бүгінгі таңда бар. Мына, ал енді сол дерттен қалай арылсақ екен деп, жерлерге осы жаңа ғана бауырымыз айтып кеткен ақпараттық насихаттық топ барып, үгіт насихаттар жүргізуде. Аллах Тағала жұмыстарымызды жемісті қылсын. Ақыретте сауапты амалдан жазып, махшарда Алланың алдына барғанымызда пәленше мақтасын деп, пәленше ғалым десін деп, пәленше білімді екен, жақсы уағыз айтады екен деп емес, амал дәптеріміз оң жағына жазып, иншалла жәннати амалдардан болуы нәсіп етсін. Сондықтан да бүгінгі қойылған тақырып осы қазақ халқына мәзһәб ұстанудың қаншалықты керектігі. Бұл қазақ халқына емес, бәлкім әрбір мүжтәһид емес, яғни мүжтәһид деген ғалымдықтың сон бір сатысы, кеңінен тоқтап кетеміз. Сол сатыға жетпеген әрбір адам баласына міндет деп білеміз, уәжіп деп білеміз мәзһәбті ұстануды. Ғалымдық деңгейдің өзінің сатысы бар. Мүжтәһидтердің өзі 7 сатыдан тұратын болса, ең жоғарысы мүжтәһид мұтлақ дейді. Толықтай Құран кәрім мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөздерінен түсініп, содан үкім шығара алатын деңгейге жеткен ғалымды айтады мүжтәһид мұтлақ деп. Сол деңгейге жетпеді ма, қалғанның барлығы мұқаллид деп аталады, еруші. Бүгінгі таңда біздің кейбір дағуат алаңында жүрген бауырларымыз бұл мұқаллид, тақлид, яғни еру, бұл сөзді соқыр еру деп аударып беріп жатыр. Тақлид дегеніміз бұл соқыр еру. Соқыр еру тиым салынған дейді. Тақлид сөзінің соқыр еру екендігі қайдан алдың? Онда сен кімсің десең, мен тақлид жасамайым, мен ермеймін, мен иттиба жасаймын дейді. Иттиба сөзінің өзі де еру деген мағына болды. Сенің еруің мен ғалымдардың артынан біздің еруіміздің не айырмашылығы бар десең, сен соқыр ересің, мен дәлелмен ерем дейді. Солай кездесіп жүрген шығар сіздерге де. Мен имамдардың айтқан сөздерін дәлелін көріп, одан кейін барып ерем дейді. Ал енді әлгі айтқан иттиба сөзіне келетін болсақ, еру, оның айтып жатқан, яғни еру сөзі. Араб тілінің аудармаларын қамус дейді, тілдік словарлар бар, аудармалар. Ашып қарайтын болсаңыз, ол жерлерде тақлид пен иттибаътың екеуінің ешқандай айырмашылығы жоқ, екеуі де бірдей. Біреуін соқыр еру, біреуін слепо подражание, біреуін зрело, көзіміз ашық тұрғыда бүйтіп
дәлелмен еріп жатырмыз деген сөзі ол бос екенін сол жерден көресіздер. Құран кәрімді ашып қарайтын болсақ, Алла субханала тағала ата бабасына ерген, солардың жолына ерген мүшриктерді айтып жатыр. Оларға Алланың елшісі аяттарды алып келіп, міне Аллах тағала былай деді десең, менің ата бабам былай деді деп, өзінің ата бабасының жолына ерді. Осы жерде Аллах тағала иттиба сөзін қолданып жатыр. Қалу бәл нәттәбиу ала ма алфайна абаана. Біз ата бабаларымыз қай жолда жүрген болса, біз сонымен жүреміз деп. Нәттәбиу иттиба сөзін қолданды. Неге бүгінгі таңда иттиба сөзін бұлар зрело еру деп, дәлелмен еру дейді. Сол мүшриктер ата бабасының жолына еріп жатқан кезде дәлелмен ерді ма? Жоқ, соқыр ерді. Соқыр еруге де Аллах тағала иттиба сөзін қолданып жатыр. Айтқым келгені, діни сауаты жоғары емес жамағатымызда осындай терминдермен келіп миын ашытып жатыр. Сөйтіп, сендердің тіпті ілгерде мәзһабқа еруге болмайды деп, мәзһаб ұстану болмайды дейтін еді, естеріңізде болса. Қазір осы сөздерден шамалы арыла бастады. Жоқ, бізде Абу Ханифа мәзһабын ұстанамыз деп шықты. Бірақ біз ғалымдардың ішінде сөздерін саралаймыз дейді. Саралауға деңгейі жетсе де жетпесе де сол саралап жүрген ұстаздардың сөздерін айтады. Өздері сараламайды әрине. Сөйтеттағын солардың ішінде біз қарап дәлелі күштірағын аламыз дейді. Дәлелі күштірақ екенін білу үшін де ол кемінде мүжтәһид фил мәзһаб болу керек. Мәзһабтың ішіндегі мүжтәһидтер бар тағы. Әлгі айтып кеттім, 7 сатыдан тұратын болса мүжтәһидтердің өзі. Ол да бір сатысы мәзһабтың ішіндегі мүжтәһид болу керек еді. Ал енді сөйтеттағын біздің 12 ғасырдан бері ұстанып келе жатқан атам қазақтың құлшылықтағы кейіптерін барлығын жоққа шығаруға тырысады. Бұлардың барлығы бидғат, бұлардың барлығы адасушылық. Бидғат деген сөз түсінесіздер ғой? Исламға жаңадан енгізіп жатқан іс-әрекеттерің дейді. Рас, исламға жаңадан кімде-кім исламның негізінде болмаған іс-әрекетті енгізетін болса, олай болса ол адасуда. Ал біздің істеп жатқан іс-әрекеттеріміз исламның негізіне қайшы келе ме, келмей ме? Соған назар салайық. Мысалға алып қарайтын болсақ, бүгінгі таңда бірден бір қайшы келіп жатқаны, біздер парыз намазын оқып болып, тұрып артынан сүннетін оқып жатсақ, кейбір бауырларымыз жоқ деп тұрып кетіп жатса, кейбіреулері отырып, кейіннен біз тәсбih тартып жатқан кезде сүннетін оқып жатады. Осы Астана қаласының тұрғыны, осында қызмет ететін Сәдуақас Қари білетін шығарсыздар, сол кісі Малайзия еліне барған кезінде мен бір таңғалатын нәрсе көрдім деді. Малайзия елінде Шафии мазхабын ұстанады. Әлгі әрбір намаздан кейін, бекітілген намаздан кейін отырып тәсбih тарту дегенді біздің ғалымдарымыз не дейді? Бекітілген намаз ол парыз намаз. Ал енді қияметтің күні парыз намазы орнына толмай жатса, оның орнын немен толтырады дейді хадисте? Нәпіл намаздармен, сүннет намаздармен орнын толтырады дейді. Сол үшін де парыздың алдынан артынан біз сүннеттер оқимыз. Қияметтің күні орнын толтырсыншы деген үмітте. Сол намаздарды ол сүннет муаккада болып саналады. Муаккада бекітілген сүннет білесіздер, ол намаздар бекітілген сүннет болып табылады, алдымен соны орындап, одан кейінгі дәрежеде тұратын зікірді, тәсбихті одан кейін істейміз. Реттілік қойып берді ғалымдарымыз. Бұл ғалымдардың біз көре алмай жатқан хадис аяттардағы біз көре алмайтын нәрселерді көріп бізге шығарып беру. Әйтпесе бірінші ниет еткеннен кейін субханак Аллахумма ва бихамдикті айту керек, одан кейін фатиханы айту керек, одан кейін ихласты айту керек деген реттілік хадис жоқ. Бұл ғалымдардың реттілік қойып бергені бізге. Ғалымдардың бізден артықшылығы міне осыда. Осы тұста бір еске түсіп кетті. Дағуат алаңында жүрген орыс тілді бір бауырымыз бірде Алматыда машина сататын базарда отырып, ораза айында еді. Ораза айында отырып алып мынандай бір сөз айтып жатыр. Рамазанда білесіздер, кімде-кім әдейі оразасын бұзып қойса, не істейді? Қазасы да бар, кәффарат та бар. Әдейі оразасын бұзатын болса, қазасы оның ешкім бұзса сонша күн өтеп береді, кәффараты 2 ай үздіксіз ұстап береді. Сөйтсе әлгі жігіт айтады: "Не знаю, Абу Ханифа откуда это взял", дейді. Мен білмеймін, Абу Ханифа бұны қаяқтан алған дейді.
бұл жоқ сүннетте ондай нәрсе дейді. Бар бір сахаба келген, әйелімен қосылып қойған, соған пайғамбар саллаллаху алейхи солай деп айтты дейді. Ол әйелімен қосылып қойса ғана дейді, тамақ жеп қойса, су ішіп қойса деп тұрған жоқ дейді. Мен ол кезде шәкіртпін, үндемей қалдым. Көлік іздеп келген ғой, Нұр Мүбаракта оқимыз. Кейін барып ұстаздардан сұрадық, бұл қалай? Сөйтіп күлді. Ғалым мен жай адамның айырмашылығы осыда дейді. Хәл ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун дейді Құранда Аллах Тағала. Білімділер мен білімсіздер тең бе дейді. Абу Ханифа ол жерде рас жеп ішіп қойған адамға ондай келмеген. Әйелімен жыныстық қатынасқа түсіп қойған ораза кезінде. Сол келді, білесіздер ғой оқиғаны, иә? Келеді, я Расулалла, құрыдым дейді. Не болды? Осындай болды. Кафаратын төлейсің, 2 ай ораза ұста, мен бір күннің өзіне қиналып жатсам, 2 ай қайтемін, я Расулалла. Жарайды, онда бір құлды азат ет. Мен жағдайым жоқ дейді. Кедеймін, құл азат ете алмаймын. Онда 60 мискін тойдыр дейді. Я Расулалла, мен құл азат етуге жағдайым жоқ. Мен кедеймін, 60 мискін тойдыра алмаймын дейді. Үндемейді. Біраз уақыттан кейін біраз құрма келеді. Сол құрманы алады да пайғамбарымыз жаңағы кісі кән деп шақырады да мынаны апарып тарат дейді. Кедейлерге таратып бер дейді. Осы сенің кафаратың болсын деген кезде менен асқан кедей жоқ қой, өзім жей салайыншы дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи өзінің кафаратын өзіне жегіздіреді. Мейірім пайғамбар деген осы ғой енді. Сөйтеді тағын әлгі кісіге соны айтты. Енді қараңыздар, Абу Ханифа рахимахуллах, жаңа айттым ғой, білімділер мен білімсіздер тең бе деп Құранда бекер айтпайды Алла. Ол кісі ол жерден әйелімен қосылып қойды деп қарап тұрған жоқ мәселені. Мәселе неде? Әдейі оразаны бұзу деп қарап тұр. Мейлі ол жыныстық қатынаспен бұза ма, мейлі ол су ішіп бұза ма, мейлі тамақ жеп бұзып қоя ма? Қай халде де оразаны бұзу, әйелмен жыныстық қатынасқа түсіп қою мақсатын сол тұрғыдан қарап тұрған жоқ. Сол үшін ғалымдар аят хадистерден оның ар жағында тұрған мақсатын шығара біледі. Әлгі сапарда жүріп бара жатып, Бәну Құрайзаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам яһудилерге барып қырмайынша қылышыңды түсірме дегеннен кейін Бәну Құрайзаға жетпейінше ешқайсың аср намазын оқымаңдар деді емес пе сахабаларына. Сонда Бәну Құрайзаға қарай кетіп бара жатқан кезде күн бата бастады. Бір топ сахаба намазды оқып аламыз деді. Бір топ айтты жоқ, пайғамбар оқыма деді ғой. Бәну Құрайзаға жетпейінше оқыма деді ғой. Сөйтті да хадистің сыртқы мағынасын алды да арғылай оқымай кетті, мыналар тұрып оқып алды асырды. Барғаннан кейін мәселені айтқан еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үндемеді. Екеуінің күнде дұрыстады. Сол секілді бүгінгі таңда да хадистің біреу сыртқы мағынасын алып жатса, кейбір ғалымдар оның ішкі мағынасын алды. Бірақ фиқх ғалымдар айтады, екі топтың қайсысы абзал еді дейтін болса дейді, онда міндетті түрде пайғамбарымыздың сөзінің астарлы мағынасын түсінгендер абзал еді дейді. Неге? Олар түсінді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге тезірек шығыңдар деген мақсатта айтты. Отырып алмаңдар мына жерде асырды оқып. Тезірек шығыңдар деген мақсатта айтты дейді. Ол намаздан тыю мақсатта айтқан жоқ дейді. Астарлы мағынасын түсіне білді. Сондықтан да бүгінгі таңда ғалымдарымыз бізге сол Құран мен хадистен астарлы мағынасын түсіндіріп бізге шығара біледі. Ал енді сол әлгі намаз мәселесінде, намаздан кейінгі зікір мәселесінде. Сонда имам Шафиғиларда хадисті тікелей сыртқы мағынасымен алады тағын. Бa'да kulli dubri салат мактуба деді ма? Бекітілген намаздың артынан кейін десе, фарз намаздан кейін артынан кейін тәсбих тартады. Шафи мазхабында бар. Енді содан кейін барып сүннетін оқиды. Бізде жоқ, бірінші сүннет муаккадан оқимыз дейді. Оғанда Айша анамыздан келген хадисте келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қашанда парыз намазын оқыса, артынан дереу тұрып сүннетін оқитын еді дейді. Яғни хадистерді жинақтап бір тұжырым шығарады ғалымдар. Бір хадис көрсе болды, сонымен амал етіп жүрбей, ертең сәл күштірек хадис келсе ананы ала сал, ол ғалымның тірлігі емес ол. Ол мына ерушінің де тірлігі емес ол. Сонда имам Шафиғи да фарыздан кейін істейді екен да, сонда Садуғас қария айтады. Малайзияда дейді, әлгі қырсығып бүгінгі таңда біз былай істесек, былай істеп жүргендерге секілді ол жақта да бар екен дейді. Парыз намаздан кейін тұрып алып сүннет оқиды екен дейді. Әлгілердің бәрі отырып тәсбих тартып жатса, сүнна бойынша бірінші сүннетті оқу керек деп айтады. Шафии мазхабында дауыстап әминді айтады. Енді біз ренжімейтін едік, бүгінгі таңдағы сол бауырларымыз Шафии мазхабының ғалымын тауып, содан барып тәлім алып, Шафии мазхабын ұстанып жатса, секіріп жүреді ғой мына жақтан мына жаққа. Сонда
әмин деп дауыстап айтыңдар, біздің Шафи мазхабында әмин дауыстан айтады десе, жоқ, сүннет бойынша іштен айту керек деп айтады дейді. Ғалымдарымыз айтады, бұл топтың құрған қағидасы тухлаф ту'раф. Үнемі қарсы кел, танымал боласың. Мына қазақта атың шықпаса, жер өрте дей ма? Сондай бір іс-әрекеттер істейді да, танымал болу керек. Басқаша оқып тұрса, сен неге бұлай оқып тұрсың? Сүннет бойынша осылай. Имамдық іші оңқы, қате оңқы бидғат. Неге? Хадисте келмеген, пайғамбар айтпаған нәрсені істеп жатыр. Енді сол зікір мәселесін ары қарай толтырайық, енді есігін аштық қой. Бізде сол зікірді істеп жатқан кезде не істейміз? Имам дауыстап аятул курсini оқиды, субханалла дейді. Жамағатта қосылып субханалла. Субханалланың мағынасы не? Аллах Тағала барлық айыптан пәк, Алланы пәктеу. Альхамдулилля, барлық мақтау бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаға болсын. Аллаға мадақ. Аллаху акбар, Алла ұлы. Алланы ұлықтап жатырмыз. Бұл тәсбихтардың сөздері келген ба? Келген. Ал енді осы тұста бауырларымыздың сендерге қате деп жатқаны айтатын уәждері. Сендер бұны жамағатпен етіп жатсыңдар. Жамағатпен зікір ету болмайды дейді. Неге десең, пайғамбар істемеді дейді. Алдымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам істемеген істің барлығы бірдей тыйым бола бермейтінін түсініп алуымыз керек. Қазір оған тоқталамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінде пайғамбарымыз істемеген нәрселерді сахабалар істеді. Оны құптады кейіннен. Сөйтеді дағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұлай істемеді деді. Жақсы, олай болса хадисте келеді ғой. Аллах Тағала не дейді? Хадис құдсида, егер кім мені есіне алатын болса, өзінде, ішінде, фи нафсихи, мен оны өзім еске аламын дейді. Кім мені жамағатпен еске алатын болса, мен де оны одан да қайырлы болған жамағаттың алдында еске аламын, періштелердің алдында еске аламын дейді. Демек, жамағатпен еске алса деп тұр. Бар ма екен? Бар екен. Енді келеді, жоқ, сендер осы жамағатпен дауыстап зікір етесіңдер. Дауыстап зікір ету бұл да келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде келеді. Дауыстап зікір етті деген. Яғни айтайын дегенім, шариғаттың негізіне қайшы болмаса, істеп жатқан амалың. Мейлі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кезінде дәл сол формада істелмесе де, мән беріңіздер, дәл сол формада істелмесе де, шариғаттың негізіне қайшы келмесе, оған рұқсат дейді ғалымдарымыз. Оған рұқсат дейді. Одан кейін артынан тағы отырып, Құран оқып, Құран бағыштаймыз намаздардан кейін, білесіздер. Өткен марқұмдарға сауабы тисін деп. Ал енді Құран оқу бидғат па десең, жоқ, бидғат емес. Сендер намаздан кейін оқисыңдар. Намаздан кейін уақыт белгілеп аласыңдар дейді. Еске алатын болсақ, Билал радиаллаху анхуға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Ей Билал, мен сенің аяқ киіміңнің дауысын жәннатта естідім деді. Бима сабақтан илал жәнна. Қай амалыңмен менен жәннатқа қосып кеттің деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрап тұр, қай амалыңмен менен жәннатқа қосып кеттің сен деп. Сонда не деді? Мен үнемі дәретім бұзылса дереу дәрет аламын деді. Сөйтем де артынан бір риуаяттарда шамам келгенше дейді, бір риуаяттарда 2 ракат намаз оқимын дейді. 2 ракат намаз оқимын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұдан сұрап тұр. Сонда не деді? Бихәлә не деді? Міне осы амалыңмен сен жеткен екенсің деді. Мен үйреткен амал ма деген жоқ. Байқап ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйретпеген амал. Өзі сұрап тұр, қандай амалыңмен деп. Ол айтып жатыр. Осымен жетіспісің ғой дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтпаған нәрсені істеп жатыр. Пайғамбарымыз айтпаған іс істеп жатыр. Неге қорықпай жатыр бидғат болып қалмайды деп? Өйткені шариғаттың негізіне қайшы емес екендігін түсініп тұр. Сахабалар жолда кетіп бара жатқан кезде қарын ашады, бір ауылға тоқтап, біз тамақтандырасыздар ма дейді. Олар қарсы шығады, кетіп бара жатқанда әлгі тайпаның сол елдің басшысын жылан шағады. Әрекет жасап көреді, ешқандай ем таппаған екен. Әлгі біреулер келген еді ғой, соларды сұрайықшы, соларда может ем бар ма екен. Барып шақырады. Руқия жасай аласыңдар ма дейді. Руқия деген дем деген. Дем салу дейміз ғой. Иә, мен жасаймын дейді біреу. Онда жасап берсе, тегін жасамаймын дейді. Тегін жасамаймын дейді. Сендерге тамақтандырыңдар дегенде қарсы шықтыңдар ғой дейді. Енді мен ақысын талап етемін дейді. Молдалар дем салып ақысын алады ғой, бересіздер ғой. Қорғауға бата жатмайды. Сахабалардың кезінде де болған екен. Тегін жасамаймын деді. Жақсы, келісті. Біраз қой беретін болды. Барды. Дем салды. Фатиханы оқып, дем салған еді, жылан шаққан адам жазылып кетті. Келісілген қойды берді. Бөлсек болды. Сонда тұра тұрыңдар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтайықшы деді.
сөйтті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келді, сонда әлгі сен қайдан білдің фатиханың руқия екенін деді. Қараңыздар, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйретіп қойғанда олай сұрамайтын еді. Қайдан білдің фатиханың руқия екенін деді. Бұл сұрақтың өзі дейді ғалымдарымыз білдіреді сахабалардың пайғамбардан алдын ала бұл нәрсені үйренбегендігі. Түсінді хадистен. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Біз Құраннан сондай бір аяттар түсірдік. Құраннан түсіргендеріміздің ішінде шифа бар. Шифаны екі мағынада да алады ғалымдарымыз. Рухқа шифа болса, бірі дертке де шифа дейді. Уарахма, және мейірім етіп түсірдік бұл Құраннан дейді. Сахабалар түсінді бұл нәрсені. Сөйтсе тағы уәж айтады бізге қарсы. Олар сұрады ғой келді дейді. Беләлдің сұрауға мүмкіншілігі болды ғой дейді. Енді пайғамбарымыз сұрап қалды ғой дейді. Сенің істеп жатқан бұл жамағатпен отырып істеп жатқан зікірің, немесе намаздан кейін оқып жатқан Құраның, сенде мүмкіншілік жоқ қой пайғамбардан сұрауға. Ертеңгі күні қияметтің күні алдына барсаң, дұрыс болмай қалса не істейсің дейді. Қараңыз, білімі саяздарға тағы күдік тастайды. Хубейб деген сахаби Мекке мүшриктер ұстап алып дарға асайын деп жатады. Хубейб. Сонда, Хубейб, соңғы айтар тілегің бар ма дейді. 2 рекат намаз оқиыншы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мединеде отыр. 2 рекат намаз оқиыншы дейді. Оқы. Қысқартып оқиды да. Өлімнен қорқып жатыр демегендеріңде дейді, ұзақтау оқыдым дейді. Сөйтіп айтады ау деп қорықтым дейді. Сөйтіп қысқарттым дейді да. Пайғамбарымызға сәлем айтады. Я Расулаллах. Деп Меккеде тұрып пайғамбарымызға сәлем жолдайды. Мен сізбен қоштасып кете алмаған ем деп сәлемін жолдайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинеде отырып, "Ва алейкассалам я Хубейб" дейді. Сахабалар таң. "Ва алейкассалам я Хубейб. Қаталуху Құрайш. Құрайшын өлтірді" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сол жақтан тұрып сәлемін жолдайды да. Сонда сол жерде тұрып Хубейб өледі, шахид болады. Енді Хубейб өлімнің алдында не істеді? 2 ракат намаз оқыды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өліп бара жатып оқып кетті ме? Әлі тірі, көрсетпеген амалы. Кім істеп жатыр? Хубейб істеп жатыр. Сұрауға мүмкіншілігі де жоқ, өлейін деп тұр. Яғни хадистен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген шариғатына қайшы келмеген ізгі істерді істеді. Көзінің тірісінде де көптеген мысалдар бар. Пайғамбарымыздан Айша анамыз жеткізетін хадисте келеді. اللهم صل على سيدنا محمد من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. Осы хадисті әлгі бауырларымыз жеңіл қолдана береді. Бір нәрсе істеп жатсам, кімде-кім мән әхдәсі, кімде-кім келтірсе, фи әмрина, әмір деген бұл жерде дініміз деп түсіндіреді ғалымдарымыз. Дінімізге бір нәрсені келтірсе, бір істі, мә ләйсә минху, одан болмаған, ол қайтарылады дейді. Сөйтіп бір нәрсе істеп жатсаң, пайғамбар істеді ме, сахаба істеді ме, істемеді, онда қоя сал, ол қайтарылады. Босқа сауап жазылмайтын нәрсені неменеге істеп жатсың дейді. Ол қайтарылады дейді. Әлгі хадистің мәтініне шамал мән берші, сәл көзіңді ашшы. Мына көз емес, әлем көзін. Мән әхдәсә фи әмрина, біздің дінімізде кімде-кім пайда қылса не нәрсені, мә ләйсә минху, одан болмаған нәрсені. Пайғамбар айтпаған нәрсені деп тұрған жоқ. Одан болмаған нәрсені, яғни шариғаттың негізінде болмаған нәрсені, діннің негізінде болмаған нәрсені алып кеп істеп жатсаң, ол қайтарылады. Діннің негізінде бар амал істеп жатсаң, ол қайтарылмайды. Беләлдің 2 ракат намаз оқуы, дәреттен кейінгі радиаллаху анху, Хубейбтің өлімінің алдындағы оқып бара жатқан намазы, сахабалардың істегені, қайтарылады. Қандай амалдар қайтарылады? Шариғаттың негізінде болмаған амалдар қайтарылады. Мысалыға айтсам болсақ, 3 сахабидің амалын білесіздер. Келді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам амалын сұрады. Анамыз айтып берген еді, қандай амал екен? Не деді? Кәәннахум тақалуха, азсында. Аз ғой бұл деді. Ол пайғамбар ғой, оның алдыңғы артық күнәсі кешіріп қойған ғой, сенмен бізге қайда деді. Сөйтті де біреуі не деді? Өмір бойы ораза ұстап өтемін деді. Екінші біреуі түнімен құлшылық етемін, ұйықтамайын деді. Үшіншісі үйленбей өтемін деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам естіген кезде ашуланып шақырып алды. Осы хадисте керісінше бізге айтады. Міне осындай хадис бар ғой дейді. Так что ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам істемеген нәрсені істейтін болса, соны қайтарылады ол дейді. Мән беріңіздер. Бұлардың үшеуінің де амалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның
тыйым салған амалдар, шариғаттың негізіне қайшы келетін амалдар еді. Үйленбей өтем дегеніне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланың аяттары бар, пайғамбардың хадистері бар. Үйленіңдер, көбейіңдер, көптіктерімен мақтанамын дейді, иә. Қайбір жас жігіт шамасы кеп тұрмай үйленсін, шамасы келмесе ораза ұстасын. Көптеген хадистер бар, аяттар бар. Қиналып жүргендер болса үйленсе Аллах Тағала оларға кеңшілік береді деген аяттар бар. Үйленуге үгіттеп жатқан. Ал енді оразаға қатысты бір сахаби ораза ұстап жүргенде не істейді оған? Азайт дейді. Азайт дейді. Айына 3 күн ораза ұстаса, я Расулалла, мен шамам келеді. Маған көбірек, көбейт дейді. Зидни. Аптасына 2 күн ұста. Тағы. Көбейт, шамам келеді. Күн ораза ұста. Міне осы Дәуіттің, бауырым Дәуіттің оразасы дейді. Күніге ұстауға рұқсат бермеді. Шариғаттың негізіне қайшы амал, сондықтан оған тыйым салып жатыр. Әлгі түнімен ұйықтамаймын дегенге не деді? Аллах Тағаланың аяттары бар. Күндізді жұмыс етіп, түнде демалу етіп жаратып қойды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітке келгенде жіптің асылып тұрғанын көрді. Мынау не деді? Пәленшенің несі, жібі тәһәжжүдті оқып отқанда шаршап кетсе асылып тұрады деді. Айтыңдар оған, ұйықтасын барып демалсын деді. Құлшылықты кімде-кім істей ма? Бодри болып істесін деді. Нашид болып. Солай істесін құлшылық деді. Сол үшін де біздің Абу Ханифа мазхабында артығы абзалы құптаннан кейін сразу өтірді оқып кету. Үйге барғаннан кейін қонағың бар, басың бар, бала-шағың бар, құтылып алу керек деп бүйтіп. Жақсы бір жүйеге қойып қойған болсаңыз жақсы. Түн жарымда тұрып, ұйықтап қалмай, тәһәжжүд оқып, тәһәжжүдтен кейін оқып жатсаңыз жақсы. Бірақ пендеміз ғой. Мен тәһәжжүдтің кезінде оқып жүретінмін, шәкірт кезінде. Соң бір күн ұйықтап қала жаздым. Сол кезде барып түсіндім, бекер айтпаған екен ғалымдарымыз деп. Пенде ғой, адами факторлар бар. Өтір уәжіп намазын ахад хадиспен келгендіктен оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ғалымдарымыз оны парыздың деңгейіне шығара алмайды. Әйтпесе хадисте келеді. Алла Тағала сендердің 5 уақыттарыңа тағы бір намаз қосты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. 5 уақыттарыңа тағы бір намаз қосты дейді. Өтірді айтып жатыр. Бірақ ахад хадиспен келеді. Ахад хадиспен келгендіктен мутауатир деңгейіне шықпағаннан кейін ол Құранның үкімінен асып кете алмайды. Сол үшін ол уәжіптің деңгейіне түседі. Сондықтан да адам баласы бір нәрсені айтарда қолына түскен 4-5 хадиспен, 20-30 хадиспен шектелмеу керек. Ғалымдық деңгейге шаман келмей ма, онда ғалымдардың артынан ерген абзал. Шаман келетін болса, онда әхлен жол ашық. Бір ұстазымыз жақсы түсіндіріп береді. Мына адамның өмірі 80 жыл ма, 90 жыл ма, 100 жыл ма өмір бар ғой енді. Сол өмірді жақсылап, қиналмай өмір сүргіміз келеді барлығымызда, иә? Солай ғой. Қиыншылық көрмей, ғибадатымыз дұрыс болып, соны таудың шыңына шығумен теңестіреді. Төменнен бастап, таудың етегінен бастап, шыңына дейін аман есен қиналмай, құламай шығу адамның бір өмірі секілді дейді. Енді осы өмірді сүру барысында әлгі 4 мәзһаб иелері сол тауға жақсылап қашап жол жасап беріп кетті. Міне, мына жерде былай бұрыласың, мына жерде былай жүресің, мына жерде былай жүресің, мына жерде былай жүресің. 4-еуі де шығады үстіне. Бүгінгі таңда бауырларымыз не дейді? Жоқ. Келіп алғанда өзім жаңа жол ашам дейді. Сол Құран хадисті қолына алып алады да өзім ашам. Ол кісілер Құран хадиспен сол жолды істеп, карта тастап кетті бізге. Міне осы картамен жүрсең шығасың деп. Ауадан алған жоқ. Құран хадистен алды. Сіз бүгінгі таңда 4-5 жыл болды намаз бастағаныңызға қорқасыз Құдайдан, бидғат жасап қоймайынша, сахих жолмен оқиыншы намазды деп, иә? Ғалымдарымыз қорықпай ма не сонда? Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама. Шын мәнінде Алладан қорқатындар кімдер? Ғалымдар. Солар Алладан қорқады. Алладан қорыққаннан кейін Алладан қорыққандығы, ғалымдарымыздың Алладан қорыққандығы соншалықты, тіпті сол жазатын хадистерінің өзіне түнде тахаджуд оқып Алладан сұрап, я Рабби деп истихарамен жазады екен хадистерін. Және де халықтың қамын соншалықты ойлағаны ол кісілердің тақуалығы. Имам Азам бірде өтіп бара жатқанда бір екі кісі тұрып, мына кісі түнгі құптанның дәретімен таң намазын оқиды екен деп айтқан екен. Ол кісі олай істемейді негізінде. Сөйтіп айтқан екен. Сонда әлгі кісі, халқым
маған бола өтірікші болып қалмасын деп сол амалды тұрып істейді екен түнде. Содан бастап 50 жыл дейді, 40 жыл дейді, риуаяттарда келеді. Түнгі құптанның намазы мен таң намазын оқиды. Кім үшін? Халқым өтірікші болып қалмасыншы, мен туралы сөйтіп ойлайды екен, сол ойлары дұрыс болсыншы деп түнгі ұйқысын қияды екен. Сондай тақуалыққа берілген адамдар, ғалымдар Құдайдан қорықпайды ма? Ол кісілер ұштастыра біледі. Біз бүгінгі таңда бір хадисті көрсек, ертеңін көрсек, миымыз ашиды. Мысалы, әжетханаға отырғанда қыблаға қарап отырмаймыз, неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қыблаға қарап отырудан тыйым салды. Негізі хадистің мәтінінде ұстазымыз айтады, күн оңтүстік пен солтүстік қарап емес, күн шығыс пен батысқа қарап отырыңдар дейді. Мәтінде солай келеді. Неге? Өйткені ол Мәдина қаласында айтылған мәтін. Мәдина қаласында географический өзгеріс бар. Шығыс пен батыс былай тұрады да. Шығыс пен батыс болса, қыбла мына жағында. Яғни қыбла мына жағында болып тұрса, шығыс пен батыс былай. Отырғанда былай отырыңдар деді да. Ал енді ісінде пайғамбарымыз бірде отырғанда, түзге отырған кезінде Аллаға қарап тұрды дейді. Арт жағы, арқа жағы. Бұны қалай ұштастырасыз? Ғалымдарымыз бізге ұштастырып береді. Сөз айтқан сөзі рас. Ал бүгінгі таң не істейді? Сөзін аламыз, жұмысын, ісін тастаймыз. Жоқ, ісін тастаймыз, сөзін алмаймыз. Бұл ілім емес бұл. Сіздің философияңыз ол. Немесе сізге солай дәріс беріп жатқандардың философиясы. Ғалымдарымыз бірінші болып ұштастыруға тырысамыз дейді. Егер екі хадис ұштасуға келетін болса, онда екеуін де аламыз, тастамаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзі ісі дейді. Қалай сен қорықпай бірден тастай саласың? Мынау сәл хасан екен. Сахихты аламыз, хасан тастай саламыз. Қалай сен хасан тастай саласың? Қорықпайсың ба Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзін тастай салуға? Ұштастырып көрсейші бірінші. Немесе бірінші қайсысы айтылды, кейін қайсысы айтылды, оған қарамайсың ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ғалымдарымыз айтады, істеген ісінде не бар еді? Түзге отырған кезде ортада қабырға бар еді дейді. Сол үшін қабырға тұрған жерде болады дейді. Бірақ бұл да нежелательно. Шаман кеп тұрса, соның өзінде де әдеп сақтап, өйткені айтқан сөзі бар дейді. Ал ашық далада болса, онда отыруға болмайды. Көрдіңіздер ме, қалай ұштастырады? Сол үшін бұл ілім деген теңіз, оқып алған 10-20-30 хадисімізбен дереу басқалардың бәрін сызып тастамайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі. Сіз сахих, менің келтіргенім сахих деп айту үшін де сіз оны қарауыңыз керек. Небір сахих хадистер бар. Бәлкім хадистен де жоғары тұратын Құран аяттары бар. Үкімдері жойылып кеткен. Сіз келтіріп жатқан сахих хадис мүмкін үкімі жойылып кеткен шығар оның. Сондықтан ең дұрысы не істейміз? Ғалымдардың артынан ереміз. Ғалымның артынан еру ол адасуға апармайды. Бізге міндетті болған, ілімнің ішінде де міндетті болған нәрселер бар. Соларды жаттап алсаңыз, сонымен тереңдеп кіру сіздің міндетіңіз емес. Кіресіз ба, онда басынан бастап жақсылап дәріс алып оқу керек. Оқымадыңыз болған шамаңыз келмей ма, бүйтіп әр бір жерінен шұқылауға ғалымдарымыз рұқсат бермейді. Ол өзіңді адасасың, өзгені адастырасың. Тіпті имам Уахб 120 мың, 120 емес, 120 мың хадис жаттап алған имам Уахб не дейді? Егер мені имам Мәлік пен имам Лейс Алла тағала маған жіберіп, сол екеуін құтқармағанда, мен адасатын едім дейді. 120 мың хадис жаттап алған имам Уахб лаула анқазани Аллах би Мәлик ва Лейс ла далилту, адасатын едім дейді. Сол екеуі маған шығар жол тауып берді дейді. Соншалықты хадис жаттаған тентек болып кеткен жоқ. Мынаған қайшы келеді, мынаған қайшы келеді, қайсысын істей берді. Алып та қойып берді полкасынан, мына жерде мынаның үкімі жойылған, мына хадистен бірінші айтылды, одан кейінгі мынау айтылды, екеуін былай ұштастырамыз ба? Сол үшін барлық мухаддистер, жай әшейін хадис жаттап алғандардың барлығы ғалым емес, фақих емес, яғни айтайын деген. Барлық фақих ол фиқтан үкім шығару үшін хадистерді жатқа біледі ол. Сондықтан бүгінгі таңда сізге Құранды ашып немесе Бұхариды ашып беріп, міне дәлел десе, ол ғылыми негіз емес ол. Ғылыми негіз қашан болады, қашанда аят хадистерді ұштастырып отырып бір мағына шығарып берсе. Оны бізге істеп кетті ғой, не қыламыз? Қайттан оны шұқылап, қазбалап, тағы да жол ашып тырысып,
дайын жол тұр ғой, өтіп кете берсеңіз, инженерсіз ба барып сол жағынан халыққа көбірек пайдаңызды тигізіңіз. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله سبحانه وتعالى алған ілімдерімізге амал етуді нәсіп етсін. Амалдарымызда ықыласты құлдардың қатарынан болуды нәсіп етсін. Я Раббал Алямин, білместікпен, пенделікпен істеген қате кемшілік күнәларымызды өзің кешіре көр. Қияметтің күні өзіңнің алдыңа барғанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның көтерген туының астында баршамызды бірге ла иляха иллаллах Мұхаммад расулаллах деген сөздердің қатарында Аллахым жәннатқа кіргіздің. Я Рабби, бұл дүниедегі ауызбіршілігімізді нығайта көр. Құран кәрімде өзің біздің ауызбіршілігімізді желге теңегесін. Я Раббал Алямин, жел тұратын болса алдынан ешқандай ғимаратты қалдырмайды. Мұсылмандардың сондай күш қуаты, жел секілді болған күш қуатын бүгінгі таңда да қайтара көр, бере көр. Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның кезіндегі күш қуатың, сол уақыттағы қадірің Аллахым бүгінгі таңда да бар. Біз оған кәміл сенеміз. Бүгінгі таңда да бізбенсің, я Раббал Алямин. Біздің кетіп жатқан қателігіміз болса кешіре көр. Бүгінгі таңда Аллахым бізге өзің күш қуат бер. Дінімізге қарсы келіп жатқандардың Аллахым оларға қарсы төтеп бере білуде, Аллахым сауатсыздыққа қарсы төтеп бере білуде біздерге өзің күш қуат бергейсің. ауызбіршілігімізді нығайта көр. Субханакаллахумма бихамдик нашһаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илейк. Рахматик.